Dostlar, sizlerмен бірге дока-боканы ойнайтын боламыз. Енді ойнай берсек болады. Атым жақсы отбасы. Бұлар жақсы өмір сүреді үйлерінде. Өйткені үйлерінде олар 3 отбасы. Қызының аты Айша, мамасының аты Дана, папасыныкі ол Қазиз болады. Ал енді ойнай берсек болады. Әкесі андай сен ұйықтай бер, біз барып үйді жинайық. Жарайды. Анашым. Ал қызым, не болды, а? Мен қартым ашып жатыр менің. Жарайды, жүр тамақ істеп берем. Қызым, не үшін мен сумкамды алғасын? Мен просто магазинға барайын дедім. Болмайды саған, сені ұрлайды. Мамашым ұрламайды ғой? Ұрлайды. Көне осындай айта бересіз. Қорқытып, сіз енді мен қорқытан болдыңыз. Қорқытып атқан жоқпын мен сені. Мен сені просто айтып жатырмын. Просто адыңыз. Көрініп я. Ая. Нетім. Насып бере салайын, еш нәрсе жоқ. Содан басқа еш нәрсе жоқ па салайын. Күніңе соны жинды жүрім. Өйткені ол саған пайдалы қызым. Дәмді. Бірнеше шерші? Жоқ, керек емес анашым. Мен барып магазинға барып келемін. Өйткені менің карточкам ой бұл. Бұл менің карточкам дос па қызым? Қоя беріңіз барып келейін да. Қызым комнатамды жина, әдемі қылдырдып. Сөйтіп нектарын бәрін жинап қой. Сөйтіп мен барғызуға дайын. Жарайды. Пока что отыра тұр. Пока что отыра тұрам. Күні осыны маған. Алам, істемін істе. Анашым, не үшін сіздер өзіңіз жинамайсыз? Енді өзің айтып атсың ғой, барайыншы деп. Жарайды. Бесік қоятын. Бесік қой. Просто екеуін жинайсақ олды. Қойсақ. Керек чекпекен. Енді мен жинап. Бәрін жинап. Қызым печенье. Мен бұған үйренген жоқпын. Өйткені бұл мысықтікі ғой. Мысықты жақсы екен. Енді